Mine hurmatly көрермендер, бүгін Hyundai Accent 2015 жылғы 1.6 объемдағы көлігімнің майын ауыстырамыз, моторының және масляный фильтрді ауыстырамыз. Осы жерде тұрады астында. Соны шығару керек, қазір шығарамыз. Yanında basıtamız ya, bozuk ne? Eski maydı o yerden ağzımız aslında adamın. Odan iyi bunu. Buna yerde toz masляный filtre var, masляный filtrenin yerini çıkaramız. Çıktı. Buna yerde bunu воздушный filtrді ашатын алдында мына жерде екі ашатын креплениялар бар, және мына артта да екеуі бар. Соны ұмытпай ашып барып істеңіздер. Қазір мына воздушный фильтрді шығарамыз. Воздушный фильтрді мына жерде болады. Осы жерде ашасыздар. Екі несі бар, воздушный фильтр осы жерден аласыздар. Мына орнына мына фильтр воздушныйға қойып саламыз. Жағасын. Mына ішінде қалған қалдық майларын сыртқа қарай поддонның астынан шығарамыз. Осы жақтан. Орнын тазалайын. Үстіп тазалаймыз, ішіндегі қалдық майларын бәрін шығарып тастаймыз. Жел арқылы, өз сондай аппарат бар, специально желмен, қысыммен іштегі майдың бәрін сыртқа шығаратын. Масляный фильтріміз осы болады. Оны ашқаннан кейін сөзсіз түрде ішіне май құймайсыздар. Тек қана бетіндегі резинкасын, уплотнительді ғана майлап қойыңыздар. Болды. Қалғанын уже ішіне саласыздар. Масляный фильтрді қатыратын алдында орнын сөзсіз түрде жақсылап сүртіп алыңыздар, тазалап ана жерде. Одан кейін барып масляный фильтрді қатырасыздар. Достар, масляный фильтрді қатырған соң сөзсіз түрде тағы да бір жолы желмен, қатты қысыммен шығару керек. Астынан тағы да көрдіңіздер ме? Қалдықтары шығып жатыр. Сол себептен сөзсіз түрде бір жол тағы да өзіңіздің аппаратпен жел қысымымен айдап жүру керек, ішінде тағы қалған қалдықтарды. Желді осы қалдығын осы поддон тесігінен айдап шығардық. Масляный фильтрді қатырғаннан соң енді осы тесікті жабамыз өзінің пробкасымен. Сөзсіз түрде қаттылап, жақсылап затып қойыңыздар, май ақпайтындай. Міне осы моторный майды құйып жатырмыз. Міне осы Toyota майын құйып жатырмыз, 5-30-ды. Негізі өзінің 3-3 екен, уровені. Сол майды құйып жатырмыз. Азат бауырым кеңесімен. Достар, біз майымызды құйып болдық моторға. Ендігі біздің қазіргі кезегіміз машинаны бір рет оталдыру керек, көлікті. Оталдырып барып, мына фишкаларды бәрін өшкенін күту керек. Осы кезде моторға май барады. Қайтып өшіреміз. Бауырлар, сөзсіз түрде мотордың крышкасын ашамыз. Одан кейін барып майдың уровенін тексереміз. Бір машинаны оталдырып болдық. Барлық системаға май барды. Енді шупты алып тексереміз. Шуп мына осы май тексеретін. Бір жол бірінші сүртіп аласыздар майды, шупты. Одан кейін барып тексересіздер. Уровень сөйлеп тұр екен, ортасында. Міне енді көрінді, ортасында болған дұрыс, негізі. Максимум мен минимумның ортасында болған дұрыс майдың уровені. Крышканы ашқаннан кейін, ашқан себебіміз май толықтай төмен түседі, сол кезде майдың уровенін көруге болады жақсылап. Мотордың майын ауыстырып болдық. Машинаны қосып оталдырдық.
Міне машинамыз істеп тұр. Баршаларыңызға рахмет. Құрметті достар, ең соңғы этапымыз. Бұл сіздерге тағы да бір кеңес айтып кетерім. Мынау біздің міне жаңа фильтріміз. Ең соңында барлық затын бәрін ауыстырып, майды қатырып болғаннан кейін, фильтрді қастырып болғаннан кейін, машинаны оталдырып болған соң, кейбір жағдайларда болады, майымыз фильтрге келмей қалады. Соны қалай білу үшін, мысалы, даусымен білуге болады. Даусын қараңыздар. Міне, пустой фильтрдің дауысы осындай болады. Ал ішінде май бар фильтрдің дауысы мынандай болады. Көрдіңіздер ма? Разницасын. Сол себептен масляный насос істемей қалған жағдайда май фильтрге келмей қалады. Сол себептен көп моторлардың май бармағандықтығынан бұзылып қалуы мүмкін. Сол себептен сөзсіз түрде бұл мен сіздерге берерім кеңесім. Біздің өзіміз мастеріміздің тыңдап көрсеңіздер болады. Май фильтрді қатырып болғаннан кейін. Рахмет баршаларыңызға. Каналыма тіркеліп, қоңырау басып қойыңызды ұмытпаңыздар. Тағы да бір айтып кетерім кеңесім, достар. Сөзсіз түрде осындай бір кітапша арнасаңыздар болады. Қай кезде, қай уақытта күні бәрі жазылады, қай кезде ауыстырылғаны, километражы и майдың аты жазылады. Масляный фильтрдің номері жазылады, воздушный фильтрдің номері жазылады. Одан кейін келесі ауыстыратын километраждың саны жазылады. 1196-500-де келесі жолы мен ауыстырамын. Осыны да өздеріңізге арнап қойсаңыздар болады, осындай кітапша. Соған қарап ауыстыратын уақыттарын, километражын біліп отырасыздар.